Дауылпаз жаңағы бас қолбасшылардың шатырында орналасқан, және де жаумен шайқасып жатқан кезде техниканы өзгерткен екен осымен барып. Мынау сылдырма бұрынғы заманда шаманизм дәуірінде жын шайтандарды кетіру үшін, және де Шыңғыс хан киносында көрсеңіздер, жыртық киіп алып, күн мен түнді құбылтып, сондай жасаған екен. Ал мынау шың бұрынғы заманда орманда адасып кеткен кезде, осымен қазіргі тілмен айтқанда рация болған екен. Ұрған кезде шың деп үн берген екен. Мынау шың дауыл бұрынғы заманда біздің ата-бабаларымыз егіншілікпен де айналысқан, құстарды кетіру үшін, жануарларды үркіту үшін пайдаланған екен. Ортеке бұрынғы заманда ойыншық болмаған балаларда, балалардың көңілін көтеру үшін осындай ойыншық ойлап тапқан екен. Енді көргендеріңізде мынандай осы екі домбыраны көріп тұрсыздар, осы екі домбыраға ұқсас көбісі. Бұрынғы заманда осы екі домбыра бірінші дамыған екен. Біреуі жұмыр шанақты, ал мынауысы қалақ шанақты. Ал мынау ортасында тұрған шерттер домбырадан айырмашылығы мойны қысқа, үш шетті және де тері аңның терісімен беті қапталған. Мына ортасында тұрған нар қобыз, екі шетіндегі қыл қобыз. Рұқсат бізден сізге жанарым бар